Александр Блок, орыстың ақын жазушысы, драматург, әдебиеттанушы. Ол кісіні біздің Мұқағали Мақатаев та жақсы оқыған екен, шығармашылығымен таныс болған, ұнаған, көп оқыған ол кісінің өлеңдерін. Жалпы Александр Блок химиялық элементтердің авторы болған. Менделеевтің қызы Любовь Менделееваға үйленген. Ғашықтықпен, сондай бір үлкен махаббатпен үйленген екен. Бірақ бір қызға екеуінің арасында мүлде физикалық жақын қарым-қатынас болмаған. Яғни тазасын айтқанда жыныстық қарым-қатынас болмаған екен. Неге деген сұрақ туындайды. Осы жерде оған зерттеушілер былай деп жауап беріп жатыр. Ол әйеліне айтқан көрінеді. Егер физикалық қарым-қатынас болатын болса, арамызда жақын қарым-қатынас болатын болса, екеуміздің рухани байланысымыз үзіледі деп, рухани қатынас үзіледі деп, физикалық қатынастың әсерінен деп айтқан көрінеді. Енді бұл кішкене түсініксіздеу бір мәселе енді. Екеуінің арасында мүлдем жыныс қарым-қатынас болмаған көрінеді, бірақ әйелі басқа біреуден екі қабат болып қалған екен. Ол сәбиді Александр Блок қабылдаған, бірақ ол сәби кейіннен қайтыс болса керек. Бірақ жалпы айтайын дегенім бұл мәселе емес еді. Ары қарай өздеріңіз қызықтырса биографиясын қарап аларсыздар. Өте мықты ақын негізі. Менің алдымнан бір өлеңі шықты TikTok желісінен. Ұнады, бір оқыған кезде ұнады. Мына өлеңді кім жазған, автор кім, өте бір әдемі жазыпты, бір тереңінен қозғап мәселені. Енді лирикалық махаббат жөнінде өлең шумақтары. Бұл лирикалық өлең шумақтарын көбісін Любовь Менделееваға арнаған негізі. Солай дейді зерттеушілер. Сол өлеңді көріп қалған кезде осының авторы кім екен деп мен біршама уақыттардан бері қарау керек екен авторын деп жүрген едім. Осы бүгін биографиясын, жалпы ақын жазушы туралы біршама мәліметтер қараған едім. Сонымен сіздермен бөлісіп отқаным ғой. Қазір сіздерге өзіме ұнаған өлең шумақтарын экранға көрсетем. Сіздер де оқып, бақылап көрсеңіздер болады. Жалпы қалған әңгіме кейін айтқандай айтуды ұмытып бара жатыр екенмін. Сіздер білесіздер ме бұл ақын жазушы туралы? Не білесіздер? Комментарий жазып кетсеңіздер болады. Қандай өлең білесіздер? Сіздерге ұнай ма? Шығармашылығымен таныссыздар ма? Бөлісе кетіңіздер, айта кетіңіздер.